қайырлы күн. Патон қаласының Мираж Патон отелінен. Бүгінгі саяхатымыздың басты бағыты ол Нью-Бич жағажайы. Осылай индрайвер арқылы 300 батқа такси шақырып, бастапқы аялдамаға келіп жеттік. Осы бағыттан жергілікті автокөлікке отырдық. Бағасы 2 бағытқа, бір адамға 100 бат. Негізі жаяу баруға да болады. Ара қашықтық шамамен 2 километр. Нью-Бичтің подына келдік. Қазір таксиге төлейміз. Жағажайға кіру билеті бір адамға 100 бат. Табиғаты керемет. Үміт, қош келдік. Вау, керемет. Ал, қай жерге? Айналасы керемет. Көрікті, жақсылап сәндеген. Көрсең көзіңді қызықтырады. Таиландтағы Нью-Бич инсталлокация. Нуи жағажайы Пхукетте әдемі, фотосуреттер түсіру ұнататындар үшін тамаша орын. Осында фотосессияға келуге немесе жай ғана әдемі фото түсуге болады. Ой, киса! Осындай бұңғал үйлер бар екен. Айта бер, Үміт. Жағажайдың оң жақ бағытында 2 бар орналасқан. Шамамен орта тағамның бағасы 150-200 бат, сусындар 100-120 бат тұрады. Осындай барға келдік. Қазір түскі ас ішеміз. Қай жерді таңдадыңдар? Күн бау жақта? Это мой, да? Негізі жағажай жайлы жалпы сипаттама беретін болсам, жағажай үлкен емес, шағын, жан-жағы таулармен қоршалынған. Жоғарғы жағында әдемі пальма тоғайы орналасқан. Жағажайында көптеген үлкен тастар бар. Суы толқынсыз. Жағажайында құм таспен араласқан, тастар өте майда. Суға түскенде қатты кедергі болмайды.
суы тынық, көгілдір. Негізі демалуға өте қолайлы, табиғаты керемет аймақ. Тағы бір айта кетерлік, жағажайда осындай әдемі қол шатырлар орналасқан. Бір қол шатыр 200 шезлонгтың бағасы 300 бат тұрады. Тағы да бұл мекенде Wi-Fi тегін. Жағажайдың жағасында тай массажын алуға болады. Массаждың неше түрлері бар. Тай массажының 1 сағаттық бағасы 300 бат тұрады. Нуи жағажайының аумағы әдемі безендірілген. Негізі мұнда тек демалу үшін емес, әдемі суретке түсуге келдік. Ол үшін жағажайда суретке түсуге арналған орындар өте көп. Тағы бір фотолокация жер. Нуи Беш жағажайындағы керемет саяхатымыз осылай аяқталды. Осы маңда қазір браслетімізді өткіземіз. Біз негізі 2 бағытқа төлеп қойғанбыз алдын ала жолдың ақшасын. Қазір осы жерге трансфер келеді. Сол трансфермен қайтадан келген аялдамамызға жетеміз. Местный кісілер өтіріктен бізге 600 бат деп қойып, индрайвермен 300-ге шақырдық.